алармысына солдым. Мындай хат кепті маған, әйелім қайтып келе ма дейді. Әйел қайтып келе ма? Түсінем, өте кеш хабарласып тұрдым. Сіздің хабарламаңыз өте кеш байқадым. Жеке болжам деп жазып қоям. Әр бейнем астына телефон номерімді жазып қоям. Хабарласыңыздар. Bir сұрақ 2000 теңге. Сізге не үшін мен қазір ашып беріп жатырмын? Өйткені өте баяғыда бір жазған екенсіз. Осындай тақырып көп болып кетті да, осындай сұрақтар өте көп болып кетті. Дәл сізге келетін болсақ, тоқтап тұр. Ар емес, бер емес. Ажырасып кеткенсіздер. Қайтып келмейді әйеліңіз. Қатты ашулы сізге. Не болған екен? Сіз ішкілікке салындыңыз, болмаса ішіп алып өнеріңізді көрсеткенсіз. Әбден неше түрлі концерттер бергенсіз ғой. Достарыңызбен, туысқандарыңызбен жиналып алып. Енді мені не істеріңіз білмей отырсыз. Мынандай халдесіз. Енді сізге не істеу керек бұндай халден шығу үшін? Мені боқтап, мені ұрыспай қойыңыз, мен тек шындықты айтам. Нағыз ер азамат болыңыз. Шын айтам. Ер адам болып туылдыңыз ба, еркек болыңыз аяғына шейін. Үлкен әріпті еркек болыңыз. Күресіңіз отбасы үшін. Барыңыз алдынан өтіңіз, кешірім сұрап, отбасыңызды өзіңіз алып қайтыңыз. Қашан келеді деп отырмай. Сол кезде жолыңыз болады. Болашағын не істейсің бір өзің. Екеуміз бас қосайық, сол балашағын қамы десеңіз, иланады сізге. Сізге мүмкіндіктер береді. Әрине арада бір құпия нәрселер бар, бірақ бәрін нөлден бастаңыз. Хабарласыңыз әйеліңізге, өзіңіз барып, хабарласып, алып қайтыңыз. Ол әйел адам, ол дегереді, ол күйеуі кесесің. Енді ұрып, соғып, бычытын шығарса әрине кім барады, бірақ әділ жолмен шешілу керек бәрі. Тағы сұрақ, ажырасасыздар ма, әлде қосыласыздар ма? Жоқ, ажырасасыздар.